Мынау қарсы алдымыздан қазір жел ұрып тұр. Содан кейін микрофон өлдіп кетті. Сондықтан үстеме осы өзімнің әңгімемді жүргізейін деп. Ал желдің гуілін тыңдағанша кішкене біраз әңгімелейін деп. Қыстың күні белсебет айдаған әрине былай қорқынышты. Ол неге қорқынышты? Өйткені үйренбегендіктен мынау бір тайып немесе бірдеңке болса бірден миың тежеліп қалады да. Содан не істерін білмей қаласың. Ал күніге машықтансаң, күніге өзіңнің организмің, өз аяқ қолыңның реакциясы өз-ақ оны түзіп, сен оны байқамай жүре бересің. Сондықтан қыста белсебетайда ол машыққа байланысты. Әйтсе анда-санда бір айдап қойсаң, әрине ол өте қауіпті. Мысалға, шаңғы тебушілер көбісі бір қызық көреді, анау таудың басынан сол жылына бір мәрте былай, енді кішкене мүмкін үйренген шығар былай зымырап ұшуды төмен қарай. Бірақ өте қауіпті да, өйткені ол жылына бір мәрте. Мейлі сен бір апта сол тауды тұр, өмір сүріп, күніге шығып тұр, бәрібір ол бірінші күндері өте қиын болады. Өйткені бірден сонда қауіпті жолға түсу енді қиындау. Сондықтан енді ондай болатын болса, мысалға айтады, Германияда аяқ сындырған іштен кетпейді. Өйткені көбінесе сынатын жері неде? Тізе дейді, тізе. Өйткені неге? Мысалға сол сезонды сондай бір жарақатты алған кезде дейді, ол үшін мысалға тау шаңғышыларына арнайы ешкім сол хирургтер ұстап отырмайды дейді. Ал Германияда өте сол дамығандығы соншама, жаңағы анау ота жасау, аяқ сынған кезде жаңағы тізеден ота жасау неге соншама дамыған? Өйткені ол жерде футбол ойыны өте дамыған, ал футбол бар жерде әрине тізеде кетеді. Өйткені енді кейбіреулер бар, енді футбол ойнаған кезде біреудің аяғын бір анау орыс футболшылар ұрысушы еді. Ей, мен аяғым не, казенный ма деген сияқты, жаңағы қазынаның аяғы емес қой, тебе бермесейші деген сияқты, сол сияқты, сондай. Сондықтан белсебет айдаған кезде енді күніге айдасаң, ол әбден машыққа кіріп кетеді. Содан кейін сен қорықпай айдап жүре бересің. Айтарым сол. Бір жағынан шаңғы тебу қазір қар бірде бар, бірде жоқ. Мысалға былай тегіс жерде шаңғы тебу өте ұнайды маған, бірақ қар жоқ қой ол үшін. Сондықтан қар кей кезде бар, кей кезде жоқ. Сондықтан бұл күніге қар шаңғы тебе алмайсың. Ал енді мынау бос орындардың кішкене мынау музыка қойып кішкене тыңдатқанда болатын еді. Мен оны кейін тағы да істерміз.
велосипед айдауға температураның нөлден төмен болғаны өте жақсы. Оны әр машина жүргізуші біледі, өйткені қар сықырлаған кезде дөңгелектің астында өте бір керемет сырғанамайды. бір жағынан сықырлап бір машинеде рөлін ұстаған кезде өзіңді мынандай бір мығым сезінесің. Сондай бір аяз болған өте керемет. Бірақ кей кезде плюске шығып кетеді. Плюс шығып кеткен кезде жаңағы бір жағынан бәрі еріп, мынау шашырап, содан кейін немесе жаңадан қар жауған кезде, әлі басылмай жатқан кезде алар үстіне құм төгіп тастайды, құм ба, тұз ба, пәле ма, соның бәрін төгіп тастайды. Сол немен араласып, енді орысша айтқанда каша болып, біз қазақша ботқа деп айтсақ, ботқаға енді кішкене ұқсамайды, сол орыстың кашасы. Сондай, сондықтан өзінің бір айдағың келетін бір өзінің несі болады. Мынау шаңғы тепкеннің өзі де сондай емес па? Күн шығып тұр, қар әппақ, әрине ондай жағдайда сондай шаңғы тепкен өте жақсы. Ал шылқылап тұрса, әрине ол шаңғыға ешқандай зауқың болмайды. Сол сияқты велосипедте сондай шығар деймін да, енді қазір шаңғы теппегелі қай заман. Сол мынау орманның ішінде шаңғы жолдар болады, өйткені орманның ішінде көлеңке ғой, қар жатады, өзінің жолдары бар, шаңғы жолдары. Сол жолмен теуге болады. Тіпті жылы күндердің өзінде де қар жата береді орманның ішінде, көлеңке болғаннан кейін. Енді не дейміз, әрине бұл денсаулыққа да жақсы. бір жағынан шаңғы велосипедтегі қимыл ғой. Оның алдында үйде тренажер ұстағам. Тренажер жақсы. бір жағынан қимыл ғой. Қимыл бар жағында таза ауаға не жетсін, таза ауаға шығып, содан қимыл. Бұрынмен мынау бір кішкентай төбешікке велосипедтен шықсаң, ентігіп жаман болатын еді, тирақ деген сияқты. Қазір жаңағы ғаламторда жай көру біреудің жетістіктерін, қалай болады, енді тәжірибесін есту, осындай бір әңгімесін тыңдап кезде біреу айтады да, жаңағы ой, менің аяқтарым деген ол цилиндр ғой дейді. Жаңағы цилиндр деген сол жаңағы машина қозғалтқышының ішіндегі жаңағы нелер ғой, қимылдайтын. Сол сияқты аяғына сүйеніп баса береді. Кей кезде менде басаң еді, бірақ ол да бір нелер дөп келіп қалады, сондай бір жағдайларда қатты басатын. Өте сондай бір жақсы нәрсе ол.
әрине мына фортепианодағы шығарманы белгісіз шығарма осыны кіргіземін деп кішкене мұңды сияқты болып қалды осы ролик, бірақ дегенмен бір ой салатын нәрсе сияқты. Өйткені қарап отырсаң бір есіңе жақсы кісілер түсіп кеткен де бар да бар. Соларға жылы сезіммен еске түсірген қандай керемет. Енді барына тілейсің ғой, іштей бәрі жақсы болсын деп.